Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен қауым, алда келатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Өздеріңіздің алдарыңызға мынау кең сарайға келіп, сіздерге өнер көрсетіп тұрғанымды сондай бақытты санаймын. Әуелі сіздерге бұрын Шинжаң телевизиясы жағынан бірнеше рет концерт бергенбіз, бәлкім естеріңізде болар. Ұлтымыз қазақтың әртүрлі тағамдарын гуанға қылып жасап шықтық. Ойбай, сіздер ренжіп қалмасыншы деп қошқар болып көрдік. Содан телефон нөмірімізді тастағанбыз, бірақ ешкім күні бүгінге дейін телефон қайтармады. Сонымен жуықта ғана бір мақала жаздым, осы ортамыздағы бір әңгіме. Соны ренжімесеңіздер, сіздерге жеткізіп беруге рұқсат қойыңыздар. Сонымен ренжімесеңіздер, шапалақ соғып қойыңыздар, ұят болмасын. 10 бала мен 1 бала деп айтады. Мына бұрынғы ата-бабаларымыз айтады екен, 1 бала бала емес, 2 бала жарты бала, 3 бала бүтін бала деп. Соған қарағанда қазір дәл бүгінгі кезеңімізде бүтін балалы семья жоқтың қасы, жарты балалы семьядан біраз бар, сосын жоқ балалы семья молайып кетті. Бірақ мен сіздердің алдарыңызда мұны жоспарлы туудың заңына қиғаш келейін деп тұрғам жоқ әркез. Бір әңгіме айтып берейін деп тұрмын, қызық. Мынау сіздер білесіздер, бұрынғы семьяда әрбір отбасында орта есеппен 10-нан бала бар. Орта есеппен санағанда. Қазір орта есепке чағып жерсеңіз, бір семьяда 1 деңгені бар. Сол 10 бала мен 1 баланың ортасындағы парық жер мен көктей. Қалай дейсіз, мен айтамын сіздерге қазір. Бұрынғы 10 баласы бар үйден ұрыс керіс, қағыс, төбелес шықпайды. Неге десеңіз, таңертең бірін-бір оятады, сосын тұрғызады, киімдерін кигізеді, мектепке бірге барады, жылақ басы уатады, жығылық баса тұрғызады, біреу-біреу тиіссе қаптап аузы мұрнын далынып шығады. Ал қазіргі 1 балалы семьяларда күніне болмаса да енді ішін арасында, аптасында бір рет семьялық ішкі соғыс туылып тұрады. Ана баланы оқуға сен апарсайшы. Сен апарсаң болды ғой. Онда кеш жақын бала бақшадан сен алып қайт, көшеге шығам. Сонымен әңгіме басталады. Өзі бара берсе ештеңе кетпейді, қасқыр жеп қояды дейтін емес, осы уақытта жейтін қасқыр да жоқ. Бірақ ел өз баласынан аса алмай жатқанда сіздің балаңызға әрине қарай алмайды. Сол кездегі 10 балалы семья қазір құда жекжатымен топ-тура дүзге барды. Білесіздер, 10-10-дан құдаша, құда бала, бажа, балдыз, сонымен арғы қайнаға, қайынбике деп топ-тура дүз ұзын саны. Ал қазіргілерде қайнаға, бажа, балдыз деген нәрсе жоқ. Ол тіпті бажадың немен екенін білмейді кейбір. Анау кім десең туыс дейді. Сол кездегі көрші отырған 2 үйдегі 20 бала төбелеспейді. Енді төбелеседі, бала болғасаң төбелеседі. Төбелескенде сол ұзақ бес әкелерін боқтап қана қойып қояды. Ал қазіргі 2 үйдегі 2 жарты шығыспайды. Боқтағандарын естісеңіз, ата-бабаңды бір талай жерге апарып тастап, шешең өне бойына бір талай жерін айтып шығады. Сол кездегі 10 балаға құрал сайманы толық бір бесік жетеді. Үлкеннен кішкенсін, бір бесік пен бір түбек тағы бар. Қазіргі 1 балаға 10 елеген қажет. Басын жуат, құйрығын жуат, жаялығын жуат, іштен жуат, байпағын жуат, башпай жуат, соны 10. Осы балаң неге бесікке бөлемейсің десе, осы білмеймін, біздің бала бесікке жатпайды. Ол бөле алмай отыр ғой. 24 сағат бұтына жаялық түспей талтайық болған бірақ. Ол сасық сосын. Қазақ неге айтты дейсіз? Арбаның алдыңғы дөңгелегі қалай дөңгелесе, соңғы дөңгелегі де солай дөңгелейді. Сол кездегі 10 бала ең үлкен біреуіне бойсынады, не әпекесіне, не ағасына. Қазіргі 1 бала кешешеге бойсынғысы келмейді. Сол кездегі 10 балада 10 ғана кіндік апа бар, біреуінде бірден. Қазіргі 1 балада ең аз болғанда 3 кіндік апа бар. Ана берсе ана келіншек ренжиді, одан ана келіншек ренжиді, одан ана келіншек ренжиді. Сонымен достары шақырып береді, кесіңдер ал деп. Сонымен бір келіншек кіндіктің басын, біреу ортасын, біреу төбін, сонымен 3-4 кіндік апа пайда болған. Рахмет. Сол кездегі 10 балалы семьяда үйдің іші әп-ретті тап-таза тұрады. Неге десеңіз, біреу шашып тастайды, екіншісі жиып қояды, біреу су сепіп тастайды, ана сыпырып тастайды. Қазіргі кейбір семьяға барсаңыз, Құдай-ау, түйе жоғалады үйдің ішіне барсаңыз. Шошисың. Енді олар қайтеді? Шешесі байқұс тамақтан аса алмайды, әкесі телевизордан аса алмайды, бала шашады, далын шығады. Сол кездегі 10 баланың тамақ ішуі 10 минут. Саттыр, сұттыр, таласып ішіп, тәленкең дала кеп қашады алдыңдағы. Төбінде бітей картопиясы бар. Ал қазіргі 1 баланың тамақ ішуі 1 сағат. Жаңа бал көше қоясың, сүт қоясың, кәмпит қоясың, жеш шығарғам. Ма қолдар бүйтіп қойған, ар бар мейдан аған. Тартып, ой, жеш екен адан. Жоқ. Ой, мынаны жейсің дейсің екейланғаннан кейін. Содан барып бітей аузына салады. Сонымен топ-тура енді сәл кішілеу болса алдайсың. Алдына қара жорға білесің. Енді бір одан көшеге шығарам, балам, көшеге шығарайшы. Болмаса бір машина алып берейін. Сонымен топ-тура 1 сағат басыңыз тамаққа кетеді. Сол кездегі 10 балаға 3 көрпе жетеді. 4-еуі апасы мен мамасының қойнында жатады. Мына жағында 2, мына жағында 2.
Қалған 6-ы екіден қолтықтасып жата кетеді, сонымен кейін 3 көрпе жетеді. Бәншаңның үстінде ұзын. Сол кездегі 10 бала оқуға түскенге дейін ақша танымайды. Ақшаға істесең қағазды көрсетеді, қағазға істесең ақшаны көрсетеді. Ойбай, қазіргілердің кейбір жетісіп алғандарында дүзүйен берсең алмайды. Ой, қарға мынау дүзүйен ғой десең. Сен маған неге дүз Америка доллар бермейсің деп. Америка долларын сұраймын болып кетті. Сол кездегі 10 балалы семьядан ойыншық көрмейтінбіз. Ұзақ кеткенде 5-6 саққа қасық шығады. Ал қазіргі кейбір бір балалы семьяға кіріп барсаңыз, екінші дүние соғысынан дылғар қару-жарақтар шығады үйдің ішінен. Рахмет. Сол кездегі 10 балалы кезде шашуды 100 метр алысқа құртпен бауырсақты лақтырып кеп жерсеңіз, қуалап отырып барып, түгін қалтырмай теріп алады. Ал қазіргілерге бағасы 1000 юан тәтті тұрады шашсаңыз, мен жерге үстінен бытырлатып өте шығады. Неге дейсіз ғой? Заман жақсы ғой, білдіңіз ба? Заман жақсы. Ит май жемейтін тамаша заман деген дәл осы кез. Енді ары қарай айтар болсақ тағы да, сазға бермес тақыр бар, қазанға бермес бақыр бар, егеуге бермес білеу бар, екеуге бермес біреу бар дейді қазақ. Мейлі 10 болсын, мейлі 1 болсын, барлығы ұрпақ, арттағы басатын ізіміз сол ұрпақтікі. Ұрпақтарыңыз аман болсын ағайын. Рахмет.